осылай ойнайтын боламыз. Бұл ойынның аты Hero Tukon. Біз бұл жерден қайсысын алайық? Давайте осы қызды алайық. Бұл қыздың жизні көп. Короче, достар, сіздерге бұл ойынның шартын түсініп кетейін. Бұл ойында неше түрлі осындай супермендер беріледі. ана жақтарда бұлардан мына жерге кіріп біреуін таңдайсың. Уже мен таңдап алдым, қалғандар таңдалмайды. Міне. Так, енді қазір біз бір жерден шығамыз. Сол жерге өзімізге үй салуымыз керек. Мысалы, мен осы қыздың үйін саламын қазір. Егер де осы темір адамды таңдасам, осының суретін саламын. Человек-паук тоже. Міне, бұл қыздың заттарына осындай заттар шығады. Осындай шығады. Және осындай киімі шығатын болады. Қазір көресіздер. Бүйтіп жүреміз да, тез жүріп мына нөлді дефиницияны ашып жібереміз. Бұда деген екіден қоса береді. Міне. Маған өзіме украшение ұнайды, сондықтан мен украшение бірінші болып істеймін. Жүріп алайық. Осындай үй саламыз. Просто ақша жиналғанда үстен баса берсең, өзі салына береді. Вот. Мына біз бағаламыз. Мына айналымызда адамдардың барлығы біздің жауымыз. Бұларды біз ұрғымыз керек. Ұрып соларды өлтіргеннен кейін бізге олар ақша береді. Сол ақшаға үйімізді ремонттаймыз. Так, мынаны ашсақ, вот, екіден енді ақша қосыла береді. Так, ашамыз. Потом мына жерлерді бірге қату адамдар кіре береді. Сондықтан есікті жауып тастауымыз керек. Сізді алып алайық. Сол кезде шамамыздың ақшамыз толады. Мысалы, 500 теңгеге қаншама нәрсе алуға болады. Міне, уже 600 болады. Қалды, то есть. 700-ге кетіп қалды, көрдіңіздер. Енді осыған біз накопительницаны ашайық. Потом мынаны ашамыз. Вот, 2 шықты 400 теңге тез аштық. Міне бұл біздің охранамыз. Мынау ішті, ал мына жақтағы сыртты күзетіп тұрады. Мына жерде 210 капельница керек бізге. Бұл ортанғы капельница, то есть 8-8-ден қосады. Ал мынау маленький 2-ден қосады. Так, аламыз. Ашамыз. Потом мына жерде капельница шыққан жоқ та. О, міне шықты ғой, артына шықты ғой. Осыны ашуымыз керек. Капельница дегенде осы айналасы шылдап тұрады. Ал осындай простой, стена, потолок дегенде де жанбайды. Так, 540 теңге береді, достар, маған. Сыртты алайық, сырттан. Мына сары болып тұрған барды. Мына сары, анның сары. Солардың барлығынан қазір ақша шығады. Қайдан шықпайды енді. Бұл әшейін тұтаны ғой. Ақша алайық. Осы жерде ақша бәрін шығады. Қабарамыз. Әзір ақша шығып бастамады. Осы ойынды ойнап көріңіз деп, маған басында ойнағанда андай түсініксіз сондай ойын болады. Қазір маған бұл қатты ұнайды. Бос уақытымда осы ойынды отырып алып ойнауға болады. Так, достар, тез стопқа қойып видеоны, тез каналыма тіркеліп, лайк басып кетейік, достар. Осыған айтар бірдеңелеріңіз болса, егер де комментарийға жаза берсеңіздер, мен міндетті түрде оқитын боламын. Және сіздерге де өзімнің жауабымды айтатын боламын. Сондықтан комментарийға барлық сөздеріңізді жаза беріңіздер, достар. Так, 890. Ойбай, мынау не? Украшение ашықшы. Сыртты украшение етіп бұл. Міне, осылай ағаштарды осылай шығарады. Міне, достар, ақша шығарады.
Осы ақшаны бәрін аламыз. Так, дауысын шамалы жауып қояйық. Дауысы қатты. Ойбай, әне отты мені. Тез қашамыз. Ей, ақырын ашайсың. Әне. Жап есікті. Болды, көп кеттік. Толып қалдық. Аштық. Ойын наған керек. Тез жиналсын. Енді 200 теңге керек. Давай, тез жиналшы. Так, бұл аламыз. Ой, 890 екен ғой. Міне, болды, аштық. Енді лестница керек мына жерге. Біз мұнамаймыз қазір жерге лестница келеді. Лестницаға қаншама ақша? 810 дейді. Бұны ашудың қажет жоқ. Соңында біз ашпасам осыны. Сытты алайық. Осыдан 600-дан беріп жатыр достар. Жүгіріп осыларды алып алайықшы. Ой, шамамыз келеді. Атына көп келатқан жоқ па? Неше түрлі супермендер бар екен. Ал мен ана қызды таңдады. Себебі ол қыздың жизні көп. Қараңыздар, 225. Ал басқаларында, мысалы, оларда 150, 120, біреуінде даже 60-90 жизн болуы мүмкін. Осының арасынан именно осы қыздың жизні өте көп. Сондықтан көбінесе осы қызды таңдаймын. Тағы да қандай супермендерді таңдайын, комментарияға жазып кетіңіздер. Так, лестницаны ашайық. Асығымды ашамыз ғой. Үстіне барайық, үстіне бізде не күтті? Капельница дейді, ана жерде 990 крещение ашайықшы. Вот, достар, мынандай әйнектер мына жерде 1320 дейді. Осыны ашайық. Бұл не? Бір емес дедім ба? Босқа ақша болдың ба сонда? Басына ақша 1320-дан қазір не шығатын өздеріңіз көріңіздер. Вот, 1328 теңге қалады. О, адам шықты. Қазір киніп алдық. Вот. Міне достар. Осындай қызға айналдым. Енді бұдан біз андай осының типа мынадан қарағанда қатты ұратыны бар. Андай атқа алдыға да ұшып жүретін, өтеп жүретін сондайлар. Короче, сондай шығады содан, наверное. Себебі ол қымбаттау. Тезде жинап алайық. Сырттан алып жіберейік. О, міне тағы да шықты. Тез алып алайық осындардың. Қазір біреу алып кетеді. Сізге видео қызық болып жатыр ма? Достар, давайте 800 подписчикке жеткізіп тастайықшы. Одан да күшті видеолар салатын боламын. Мен көп күн білесіңіз видео салмай кеттім. Тек кеше қысқаша бір видео салдым. Оның өзі андай дұрыс шықпаған сияқты. Оның даусына мән бермей қойыңыздар достар. Оның даусына мән бермеңіздер. Ар жақта балдар шулап жатқан ғой. Так. Капельница 1860 дейді. Стенаны ашайық, бізге стена керек. Біз атомымыз керек. Мен неше бірінші орын алдым. Видео ұзаққа созылып бара жатыр. Мынау жүр ғой. Аты кім еді достарымның? Комментария жаза кетейікші, осыны аты кім еді?
Сол ұмытып қалып тұрғанымды қарашы. Аты қандай еді ма? Қасымда інім отыр, аты қандай еді? Өзін ұмытып қалдым ба? Негізі білем достар, мұның барлығын аттарын. Аквамен. Аквамен? Ондай да бар ма не? Иә. Жарайды, көндік. 850 дейді, 1490. Ал жақта. Большая, достар, большая керек бізге. Бұдан бізде, наверное, 12-ден ба, сондайдан беретін сияқты. 4950. Мына секіріп кете аламыз ба? Мына жерде секіре аламыз. Көтінға жетпейді ғой жар бесікті. Ешкім кіріп кетпесін. Қарап тұр. Дедпул емес бұл мен. Дауыс қарап өтіпші. Ресметін өпше. Дедпул емес, ана қыз ғой. Жүзді көпші. Сол қызды алып алдым. Ол енді іштен ақша алып жіберейік, потом болды. Осынан ба достар, қандай еді? Ұмытып қалдық қой. Екінші ташта. Қандай еді ақша? Астан ала салайықшы. Болды, кеттік. Мынау жетпей қалмас енді. Қайта балға жыланы жоқ. Болды. 3 теңге қалған ғой. Жоқ, 24 теңге береді. Нағаңызда не деген үлкен мынау. Міне мынандайлар, міне төрт пошталардан ақша келеді, міне. Коробка бар ғой, содан ақша келіп жатыр. Коробка ақша. Сол ақшалар міне өстіған жиналады. Яқта да міне коробка ақша. Үстінен баса салсаң ақша шығар салады. Өмірде де сондай болса ғой, үстінен бассаң ақша береді саған. Ондай да болады ғой. Өмірде жоқ қой, қумаш. Бар ғой, качканы көрсетесің. Көрсетесің, өзің ақша аласың болды. Түсінбейді бұл. 100 теңге. 1050 теңге жатыр ғой. 2 теңге. Артына келеді ау деймін анау. Екі жауып алсаң. Ойбай, дауыс шығып жатыр, жүріп келе жатқанда бен. Сен даусың ғой? Жоқ. Так. 1590. 1700, 1810, 1910 керек енді. 1910 осыны. Ойбай, жетпей қалды. 1910, вот. Енді 2660 потолок керек. Сырттан алайық оны. 2660 теңгені. Ойбай болсын. Даусын басында. Екі мың 900 қабат. Анау үлкейіп барады достар, анан үйі. Тез ашықшы, мен тұтым керек надан. 3190 дейді. Ема, мен ұтым керек надан. Наверное, екінші орын алайын мен. Ашылсай? Жоқ, реклама басып кетеді. Вот. Достар, бұл жерде менің ұтпайтыным анық, но уже ұтып кетеді. Видео ұзақ қызып кетті. Так что барлықтарыңызға пока. Қандайларын түсінейін, комментарий жазамыз міндетті түрде. Мен оқып соны істейтін боламын.